Сәлем достар, бүгін сіздермен Instagram парақшаңыздың паролін ұмытып қалсаңыз, қалай кіруге болады өзіңіздің парақшаңызға, сол туралы видео түсіргелі тұрмын. Және де видеоға лайк басып, каналға тіркелуді де ұмытпаңыздар. Енді мына жерге, номер телефона деген жерге біз өзіміздің парақшамыздың, яғни логинін жазатын боламыз. Логин, яғни сіз Instagram парақшаға қандай аккаунтпен, қандай атпен кіресіз, және де соны сол жерге жазатын боламыз. Егер сіз нақты білмейтін болсаңыз, оны өзіңіздің достарыңыз немесе туысқандарыңыздың соткасына, яғни аккаунтына кіру арқылы, инстасына кіру арқылы өзіңіздің парақшаңыздың логинін таба аласыз. Және де осы жерге өзіңіздің логиніңіздің дұрысыны жазатын боласыз. Меніңкі осындай логиным, және де мен осыны жазғаннан кейін дұрыстап ешқандай нәрсе қалып кетпеу керек, онда сіздікі шықпайды. Және де біз мысалы парольді қазір білмей тұрмыз. Енді оны табу үшін біз не істейміз? Мына жерде получить помощь деген тұр, қанық көкпен, және де соны басамыз. Біз көмек сұрап жатырмыз, себебі біз парольді ұмытып қалдық, дұрыс па? Енді одан кейін далее батырмасын басамыз, және де сізге қандай форматтағы SMS келгені дұрыс. Отправить электронное письмо, немесе сіздің электронды почтаңызға, немесе телефон номеріңіз, яғни аккаунтыңыз ашылған телефон номерге жіберу керек па? Енді отправить SMS маған осы ыңғайлы. И мына жерде 20 деген сан, ол бізде аккаунтыңыз қандай номермен ашылды, сол санды шығарып тұрады. Номердің ең соңғы сандарын. Мына жерде менде уже келді. И вот мен өзімнің аккаунтыма кірдім. Осылай өзімнің аккаунтыма кіріп, ештеңені өзгертпей-ақ кіре аламын. Және де өзіңіздің жаңа пароль қойғыңыз келсе, сіз мына жақтан өзіңіздің пароліңізді өзгертсеңіз болады, немесе басқа жолдар да бар, оны мен келесі видеоларда салатын боламын. Егер сіздерге бүгінгі видео пайдалы болған болса, видеоға лайк басып, каналға тіркелуді де ұмытпаңыздар. Тағы қандай видеоларды көргіңіз келеді, сол туралы да комментарийға жаза кетіңіздер.